Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Эльмира Тоқтағоловна осындай пирог пісіреміз. Өте дәмді, оңай жасалады. Жұмыртқаға қант салып және бал, 3 қасық бал салып миксерлейміз. Ұнымызды разрыхитель араластырып дайындап қоямыз және елекіштен өткізіп отырамыз. Өстіп ақырындап саламыз. Осындай бізде масса пайда болады. Оны майлап духовканың ыдысына саламыз. Майлап әдемі чұқалап жаямыз. Духовкада 180-200 градуста 10 минут, 15 минутта піседі. Крем дайындаймыз. Сметана и сахарный пудра екеуін араластырамыз. Крем өз қалауларыңызша. Сметанамен де жақсы болады. Шетіне корждарын алып тастаймыз осылай. Бізге жаңа бетіне сепкенге ыңғайлы. Әдемі алып жасағанға соған алып қоямыз. Осылай 4-ке бөліп. Егер сіздер жаңа тағы да көбірек қып істесеңіздер де болады. Қоспаларды қосып 3 корж жасасаңыздар, кеспей осылай үстіне жасасаңыздар болады. Менде 2 корж шықты. 2 бөлек 2 торт жасадым. Кремімізді осылай жағамыз. Сосын холодильникке жарты сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі жақсы сіңіп тұрады. Өте ыңғайлы, оңай. Қонақ келгенде тез дайын болады. Коржын блендерге салып, грецкий орех бар менде, сонымен салып араластырып алдым да бетіне сәндедім. Бетіне шоколад ертіп құйсаңыздар да болады. Өте дәмді, оңай. Жасап көріңіздер, бірден жасағанда шығады. Ас болсын. Каналыма тіркеліп лайк басыңыздар.